Келесі есебіміз бізде Шерлок Холмс және дәрігер Ватсон бірге жұмыс істегенде арықты 6 сағатта қазады. Холмс 4 сағат жалғыз қазғаннан кейін Ватсон 6 сағат жалғыз қазса, онда арықтың 80% қазылған болады. Холмс жалғыз өзі неше сағатта арықты қазады дейді. Қараңыздар, бұл жерде бізде негізі екеуі бірге 6 сағаттан жасаса, онда ол арық бітеді ғой, дұрыс па, қазып. Бірақ кім толық уақытын жасамады? Бұл жерде Шерлок Холмс толық уақытын жасамады, ол 4 сағат жасады. Өйткені Ватсон сол 6 сағатын жасап тұр өзінің. Бірақ Холмс өзінің 6 сағатын жасамағандықтан ол 80%-ға ғана қазылды. Демек, осы Холмстың 2 сағат жасамағаны бар ғой, ол неше пайыз болып тұр жұмыстың? 20% болып тұр. Потому 20% бітпей қалды осы 2 сағаттың кесірінен. Енді 100%, яғни барлық арықты Холмс қанша сағатта қазады десе, балалар, бұл жерде көбісі ойлайды, жаңағыдай біріккен жұмыс, бірлескен жұмыс, сонымен шығарамыз деп. Жоқ. Бұл жерде пропорция. Просто есепті түсіну керек. Яғни біз соңынан қарай кетеміз ғой, соңынан. Жақсы, кеттік. Келесі бізде 8-ші есеп. 11 теңге 14 динарға тең, 21 динар тік, 13 крон ақша нешеге тең дейді. Енді қараңыздар. Біз бұл жерде де пропорциямен қолаймыз. 13 крон бізде осыны табу керек, Енді кронды біз неге айналдыра аламыз, балалар? Сомға айналдыра аламыз. 13 крон 2 сом болады, ал бізде 5 крон ол бізде 2 сом. Енді осы жерде 2 табатын болсақ, 26-ны 5-ке бөлеміз, 5,2. 5,2 сом. Жақсы. Енді сомды неге айналдыра аламыз біз? Рупиға айналдыра аламыз. Сөйтіп қолай береміз ғой. Енді 10 рупиіміз бізде 3 сом болса, 5,2 сомымыз бізде x рупи болады. Енді осыны x табатын болсақ, мына жерде 3 болады, мынау 52 болады. Осы жерде негізі ондық бөлшекке айналдыра алмасақ, аралассам күйінде жасайық. 17,3-тен 1. Енді 17,3-тен 1 рупи болып тұр бұл, Так, енді оны динарға айналдырайық. 21 динар, 22 рупи. Енді рупидің астына рупи жазу керек, балар, пропорцияда. Так, 17,3-тен 1 рупи, мынау бізде x динар. Осы жерден x-ті табу үшін не істейміз? Мынау 3-тен 52 еді ғой бізде. Соны 21-ге көбейтеміз де 22-ге бөлу керек. Номинал қысқартайық, мынау 7 болады. Номинал қысқартсақ болады 2-ке, мынау 26, мынау 11. Так, енді 7-ге 26-ны көбейтсек 140, 182. 11. Бұл жерде 16 бүтін, 11-ден 6 қойдым. Бұл бізде не нәрсе болды? Динар болды. Енді балалар, біз осы динарды неге айналдырайық? Теңгеге айналдыра салайық. Бізде 11 теңгеміз 14 динар, ал x теңгеміз 16 бүтін 11-ден 6 динар. Бұл үшін x тауып салу керек. Сонда бізде мынау қанша болады? 11-ден 176 еді ғой, 182 еді ғой. Соны көбейтеміз 11-ге, 11-мен 11 қысқарады, бөлу 14. 182-ні 14-ке бөлетін болса, қанша болады? 13 болады. Сонда бізде 13 теңгеге тең екен. Енді осы, бұл жерде тек қана отырып алып, есептей беру және есептеу кезінде точно санау. Яғни, андай болмайды. Есептеу кезінде жуықта жіберсеңіз бітті. Есеп қате болып кетеді. Келесі есеп. Не дейді? Бізге машина А қаласынан Б қаласына 50 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Қайтарда, осы жерде көп оқушының қателігін бүйтіп табады. Арифметикалық орта сияқты табады, бірақ бұл арифметикалық орта емес қой. Бұл В орташа, яғни орташа жылдамдық бұл. Негіз орташа жылдамдықтың формуласы мынандай: S1 қосу S2 бөлу T1 қосу T2. Яғни барлық жүрілген жолды барлық уақытқа бөлу керек. Енді мен барлық жүрілген жол бізде белгісіз, уақытта белгісіз. Не істейміз? Осы 30 бен 50-ге бөлінетін бір жол ала салайық. Мысалы 150 км. 150 км нағанда бөлінеді. Енді T1-ді табатын болсақ, 150-ді баратын кезде ол неше сағатта барады? 3 сағатта барады. T2-ні табатын болсақ, 150-ді ойдан ала салдық болар. Орташа жылдамдық табу үшін болады олай жасауға. Енді осы жерде В орташаны табамыз. S1 мен S2 бізде 150, баруда 150, қайтуда 150. Өйткені бізде енді барар жол мен қайтар жол тең болады ғой. 3-ке 5-ті қосамыз. Так, 300-ді 8-ге бөлу керек. Сонда 37,5 болады. Оның тағы бір жолы бар. Алдағы уақытта басқа орташа жылдамдық болса, оны тағы сол жолмен шығаратын боламыз. Мынау енді
кішкене түсініктірек жол деп ойлаймын мен. Кеттік ары қарай. Шаршының ауданы 36%-ға азайтылса, қабырғалары неше пайызға азаяды дейді. Енді бізде қараңыздар. Менде мынау шаршы. Шаршы, иә. Енді шаршым әдемі болмай қалды. S тең А квадрат формуласы. Келісеміз бе? Енді осы кішірейді. Иә? Сөйтті де оның ауданы 36%-ға азайса, қараңыздар. Негізі 36% деген ол неше бөлік? 100-ге бөлсек 0,36 ғой ол. Демек, біз мына А квадрат болады да ол. Соның 0,36 бөлігі деген сөз. Енді қараңыз, А квадраттан осы 0,36 А квадратты алып тастасақ, не болады? 0,64 А квадрат болады да. Яғни өзгерген ауданы бізде 0,64 А квадрат. Енді қараңыз, мынау 0,64 болса ауданы, демек мынаның қабырғасы қанша деген сөз? Нешені? Яғни x квадрат көбейтілген 0,64 А квадрат болып тұр да. Демек x-іміз 0,8 А десем келісесіздер ма? Яғни 0,8-ді квадраттасам 0,64 А квадрат. Енді 0,8 деген ол неше пайыз болар? 0,8 100-ге көбейтеміз, ол 80%. Демек А мынау 0,8 А болған надан. Яғни 80%-ын құраған. Сұрақ бізде неше пайызға азайды дейді. Енді ол 0,2 бөлікке азайды ғой. А 0,2 деген ол бізде 20%. Кетті келесі. Сыныпта 35 оқушы. 20 оқушы математика үйірмесіне, 11 оқушы биология, ал 10 оқушы ешқандай үйірмеге қатыспайды. Негіз бұның ең дұрыс жолы үйлер мен дөңгелектер ғой. Мына жерге математика, мына жерге биология дейміз. Екеуіне де баратын оқушыларда 11 оқушы ма? Жоқ, 10 оқушы. Қатыспайды екен ғой бізде. Мына белгісіз бізде. Осыны табу керек екен. Енді қараңыз, бізде мына жері менде 20 минус x болады. Яғни ортасында тұрған ол екеуіне де баратындар, а мынау менде тек қана математикаға баратындар. Биологияда бізде 11 ғой. Демек бұл 11 минус x. Сонда қараңыз, негізі мынандай ғой мағынасы. Егер осының барлығын қоссам, бізде үйірмеге қатысатын оқушылардың саны шығады. Үйірмеге қатысатын оқушылардың саны. Бірақ осыған әкеліп тағы 10 оқушыны қоссам, барлық оқушының саны шыға ма? Әрине. Так, сонда мынау 31, 41 минус x, мына жаққа x-ті өткізіп жіберейік. 41-ден 35-ті азайтып салайық. Мына жақта x тең 6 болды. 6 оқушы бізде екі үйірмеге де қатысады екен. Немесе одан да оңай жол, математикаға баратындар 20 ғой, биологияға баратындар 31 ғой. 31 деп сразу есептеп кеткен болға кетті. 11 ғой. Осы жерден біз екеуіне де баратынды азайтсақ, мысалы, сонда бізде осы үйірмелерге қатысатын оқушылардың саны шығады. Бізде барлығы 35 оқушы болса, сол 35-тің 10-сы ешқайда қатыспайтын болса, демек 25 ғана қатысады. Осы 25 шығу керек. Сонда x тең 31-ден 25-ті азайтсақ, екі үйірмеге де баратын балалардың саны шығады. То есть былай да шығарсақ болады.